Сәлем достар, бүгін мен арнамда ерекше влог. Біз Алматыға барып қайттық. Біз сапарымызды кешкі уақытта бастадық. Спальный автобуспен шықтық. Жол ұзақ болғанмен тыныш әрі жайлы өтті. Таңғы сағат 7-де Алматыға жеттік. Қала бізді тыныштықта қарсы алды. Ауа салқын, бірақ сергек. Бірден Сайран автобекетіне тоқтап, сол жерден әпшеміздің үйіне бет алдық. Жол бойы биік ғимараттар, көне үйлер мен ағаш көлеңкесінде жатқан көшелер ерекше бір атмосфера берді. Біздің алғашқы бағытымыз Медеу. Медеуге барғанша біз ең алдымен алдымызда кездескен Қазақстан қонақ үйінің алдына түсіп қалып, сол жерден суретке, видеоға түсіп, су бұрқақтардың жанында керемет таза ауада демалып алдық. Осы жерде өте бір керемет жайлы атмосфера екен. Алматы бізге қатты ұнады. Бұл менің бірінші рет Алматыға келген сапарым. Жолдасым бұл жақта 10 жыл бойы оқыған, жұмыс жасаған, сондықтан барлық жерлерді жолдасым көрсетіп отырды. Біз одан кейін Медеуге қарай жолға шықтық. Автобустарда жүрдік. Біз автобуста жүрген өте ыңғайлы, өйткені қалада өте көп пробка. Одан кейін біз осы оңай карточкасын алып, осы оңаймен жүрдік. Кішкене арзандау болады екен оңаймен жүрген. Біз осы Медеуге тоқтадық. Бұл Алматыдағы ең танымал орындардың бірі. Медеу жайлы қысқаша ақпарат айтып кетейін. Медеу теңіз деңгейінен 1691 метр биіктікте орналасқан мұз айдыны. Бұл жерде қыс мезгілінде коньки тебуге болады, ал жазда керемет табиғат аясында серуендеп тынығуға таптырмас орын. Медеудің табиғаты ерекше. Бір жағынан таулар, екінші жағынан қаланың көрінісі. Айнала жап-жасыл, ауа тазарақ, адамдар күліп, тынығып жүр. Біздің негізгі бағытымыз Шымбұлақ болатын. Дәл осы жерден біз Шымбұлаққа баратын жабық кабинкалардан орын алдық. Яғни адам басына 8.000 теңгеден екен, 2 адамға 16.000 теңге болды. Біз ең жоғарғы нүктесіне дейін алдық. Бұл Шымбұлаққа қарай бардық. Яғни бұл Шымбұлақтағы Алматыдағы ең танымал тау шаңғы курорты. Жазда туристер тауға шығуға, таза ауада демалуға келеді. Біз де солардың бірі болдық. Жабық кабинкамен көтерілгенде терезеден ашылған панорама ертегі әлемінде. Биік шыңдар, қалың ормандар. Канатпен мінгенде басына бәрі жақсы. Камераны түсіріп, айналаның көрінісіне тамсанып келе жаттық. Бірақ биікке көтеріле бергенде аспан кенеттен бұлттанып, жаңбыр тамшылай бастады. Ауа райы әп-сәтте өзгеріп сала берді. Бір кезде фуникулер жүрісін баяулатып тоқтап қалды. Сол сәт мен үшін ұзаққа созылғандай көрінді. Биік тауда ауа қысымы сәл өзгеріп, жаңбыр жауып тұр. Іштей уайымдай бастадым. Білетін барлық дұға сүрелерімді оқып, кішкене қорға бастадым. Оның үстіне жел де күшейіп, кабинаны аздап шайқап өтті. Сол сәтте жүрегім дір ете қалды. Жолдасыма қарап үндемей қалдым. Ол сабырлы болғанымен менің көзімнен қобалжуды бірден байқады. Қорықпа, бәрі жақсы болады дегендей жымиып қойды. Бірақ мен енді бұл фуникулерге ешқашан мінбеймін деп бекіндім. Алайда бәрі ойдағыдай жалғасты. Жол қайта қозғалды. Біз биікке көтеріліп бара жаттық. Жолдың соңына ең зор нүктеге жеткенде қорқыныш жоқ болды. Жоғарыда бәрі мүлде басқаша еді. Тыныштық, таза ауа, бұлттың арасында жүргенде күй. Айнала тұман басқан бір сәтке ертегі әлеміне түсіп кеткендей болды. Төменге қарасам, ұсақталған үйлер, таулардың етегінде жатқан әсем шыршалар көрініп тұр.
құрметті курорт қонақтары, бір кабинкаға міне біз уже шымбұлақтың ең жоғары нүктесіне келдік. Бұл яғни теңіз деңгейінен 2200 метр биіктікте орналасқан. Далада кішкене тұман болып тұрды, кішкене жаңбыр жауып тұрды. Бұл жерде мен жолдасым алып келген киімін киіп алдым. Өзім ерлердің киімі болса да енді амал жоқ киіп алдым. Жан-жағымызда адамдардың барлығы біліп келгенде қалың киініп алыпты. Біз енді Шымкенттен шықтық. Алматыда болған кезде қаланың іші өте ыстық еді. Мінекей әсем тауларды, табиғат, таза ауа, барлығы өте керемет. Тағы бір айта кетерлік нәрсе, мысалы бізде медеуден көбінесе жаяу шығып жатқан адамдар көп болды. Мен жолдасымнан сұрадым, мен неге машинамен шықпайды деп. Сөйтсем, бұл жаққа қарай бензинмен жүретін, газбен жүретін машиналарды шығармай екен, тек яғни тоқпен жүретін машиналар бар ғой, соларды ғана шығарады екен. Сондықтан ауасы тап-таза, өте керемет әсер алып қайттық. Ауасының өзі, мысалы, мына жерден көріп тұрсаңыздар да барлығы күшті көрініп тұр. Таудың биігінде, ең биік жерінде әлі де қарлар бар екен. Соның салқындығы да болады. Бұл жерде де әлі жаңбыр жауып жатты. Біз түсейін деп жатқан кезде әдемі кемпірқосақ шықты. Өте керемет әсер алып қайттық. Бәріміз бұл жерде жаңбыр әлі басылмаған, бірақ күшті ауа, бір басқаша ауаны сезініп қайттық. Барлықтарыңызға баруға кеңес беремін. Негізі бұл жерде туристер өте көп екен, жан-жақтан келген туристер бар. Негізі өзіміз осындай табиғатты барып көріп тамашалауымыз керек. Жартастар бар. Барлықтарыңызға көруге кеңес беремін. Келіп көрсеңіздер болады. Мінекей жаңбырдан кейін әдемі кемпірқосақ шықты. Бұл кезде әлі де жаңбыр жауып жатты. Әдемі кемпірқосақ шықты. Біз қайтадан түсіп келе жатырмыз. Бұл жақта уже екінші бекеті Шымбұлақтың. Бұл жерде уже күн шығып, дала тап-таза ауа, бағанағыдай салқын емес, жаңбыр жоқ, өте әдемі болып тұрды. Мінекей былай қарасақ, Алматының қаласы көрініп тұр. Бұл жерде де кішкене кафелер бар екен, бірақ біз кірмедік. Қаладан шықпай жатып, өзіміз осылай перекус жасаймыз деп самса, су, нан алып алғанбыз. Соларды осылай таудың басында әдемілеп отырып ішіп алдық. Уайымдамаңыздар, барлық мусорларды өзімізбен бірге алып кеттік. Табиғатты ластаған жоқпыз. Осылай суретке түсіп, таза ауада тамақтанып алдық. Негізі жаяу қайтамыз ба деп ойлағанбыз. Мына жақтардан жаяу жүретін жолдар бар екен, бірақ біз жаяу қайтпады. Уақытымыз кішкене тығыз болды. Аз уақытқа келгендіктен бір күнде барлығына үлгеру керек болды. Сондықтан жаяу қайтпай, осылай канатныймен, ашық канатныймен түстік. Өте керемет әсер алып қайттық. Мінекей уже біз ашық канатныйға отырдық. Мінекей қарасаңыздар, өте керемет сем табиғатты көре аламыз. Жер жаннаты Жетісу деп бекер айтылмаса керек. Осы сөздің мәнін осы Шымбұлаққа келіп түсінгендеймін. Барлық кереметті осы бір Алматыға үйіп төгіп бергендей. Осындай сұлулықты.
ал біз енді қайта түсіп жатырмыз. Бізде 4 рет осы канатныймен жабық кабинкамен түстік, 1 рет жаңағыдай ашық канатныймен түстік. Өте әдемі, керемет табиғаттар, жасыл жер, жасыл шөптер, жасыл ағаштар, барлығы керемет. Ал біз төмен қарай түсіп бара жатырмыз. Өте керемет әсер алдық, жанымыз тынышталды, ойымыз тазарып, біраз уақыт осы көңіл күйіміз де жақсарып қалды. Негізі Алматы өте ерекше қала, табиғат пен қала өмірі қатар жүрген ерекше аймақ екен. Бұл сапар бізге жаңа күш, жаңа ойлар, жаңа мотивация берді. Мұндай сәттер әр адамның өмірінде болуы керек деп ойлаймын. Уақыт тауып, өзіңізге осындай кішігірім демалыс ұйымдастыруды ұмытпаңыз. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.